Ең көп таралған сусын шай мен кофе. Алайда ғалымдар бұл сусындарды улы сусындар тобына жатқызады. Ғалымдардың зерттеуіне нақтырақ жүгінетін боламыз. Ал сіздер біздің каналымызға тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тамақтану саласындағы белгілі американ ғалымы, денсаулық тамақ атты кең тараған кітаптың авторы Алиса Чейз шай мен кофені ауруға душар ететін және адам денесінің өмірлік маңызды құрылымын бұзатын улы сусындар тобына жатқызады. Расында солай ма? Ғалымдардың көпшілігі басқашалау пікірде. Ал шай мен кофені жақсы көретін миллиондаған адамдар бұл сусындардың өте пайдалы, тіпті шипалық қасиеттері бар екенін кәміл сенеді. Мәселен, әрбір американға жылына 500 шыныдан астам табиғи кофеден келетін ақш статистикасының деректері де кофенің кең таралғанын дәлелдейді. Халқының 1/3 балалар екенін ескерсек, ересек әрбір адам үшін күніне 2 шыныдан астам кофені ішеді деген сөз. Расында, жұрттың бәрі бірдей кофені күн сайын ішпейді. Бірақ оның есесіне кофені жақсы көретін жекелеген адамдар күніне 5-9 шыныға дейін ішеді. Бұл сөз жоқ зиянды. Бұл тұрғыдан алғанда Алиса Чейздің айтқанының жаны бар. Демек, әңгіме сусынның улылығында емес, оның қанша ішілетіндігінде. Кофеин мен кофе шайдың стимулдық әсерінің басты көзі болып табылады. Соның арқасында адамның шаршау сезімі азайып, ұйқысы ашылады, басы сергиді, физикалық белсенділік артады, тағы сол сияқты. Осы заманғы фармакология сусынның бұл жағымды қасиеттерін жақсы түсіндіреді. Кофеин мидың тамырларын кеңейтіп, ондағы қан айналысын күшейтеді. Жүрек бұлшық етінің жиырылуын демей отырып, ол жалпы қан айналысын жақсаруына жәрдемдеседі. Тамыр соғысы мен тынысты көтереді. Енді бір шыны қою кофеде немесе өте қою шайда 100 мг дейін кофеин бар. Бұл әдетте дәрігердің бір жолға ішуге беретін мөлшеріне тең. Алайда кофенің құрамындағы кофеиннің әсері шайдың құрамындағы кофеиннің әсерінен әлдеқайда күшті. Көп мөлшердегі кофеин көптеген органдарға, әсіресе орталық нерв жүйесіне теріс әсер етеді. Кофені шамадан тыс көп ішу делебені, нерв жүйесін қоздырады, ашушаң етеді, қалыпты ұйқыны бұзады, несеп мөлшерін көбейтеді, тағы сол сияқты. Кофені негізінен ертеңгі аста немесе түскі үзілісте ішкен дұрыс. Жұмыс қабілетін арттыру мақсатымен кофені кешке ішіп дағдылану өте зиянды. Жүйкесі тез тозатын және ұйқысы қашқан адамдарға кофе ішуге болмайды. Біздің елде кофеден гөрі шай көбірек таралған, алайда біз ол туралы өте аз білеміз. Ал расында табиғатта шайдың толып жатқан түрлері бар. Біз сатып алып жүрген шай мәңгі жасыл өсімдіктің ширатылған, ферменттелген, кептірілген жапырақтары. Көк шай шөлді тамаша қандырады. Бұны біздің туристеріміз бен геологтарымыз біліп қойғаны абзал. Жалпы қатты ыстық күндерде сусын ретінде ұсынуға да болады. Біз шайды нәзік хош иісі үшін жақсы көреміз. Ал иістің күштілігі оның құрамындағы эфир майларының мөлшеріне байланысты. Өкінішке қарай шайдың жоғары сапасы көп ретте дүкен мен үйде сақтау кезінде нашарлап кетеді. Естеріңізде болсын, шайдың құрғақ жерде сақтау керек. Әйтпесе оның хош иісі мен дәмдік сапасы төмендейді. Сонымен бірге құрғақ шайдың иіс тартқыш қабілеті өте жоғары. Егер оны иісі күшті заттарға жақын қойсаңыз, ол солардың иісін тез тартып алады да қайнатқан кезіңізде жағымсыз дәм пайда болады. Демек, шайды саңылаусыз жабылатын ыдыста сақтау керек. Сонымен кофе мен шай дәмдік қоздырғыш сусындар белгілі дәрежеде сақтықты талап етеді. Тағы да басқа пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Және комментарийге қандай пайдалы кеңестер керектігін айта кетсеңіз болады. Біз міндетті түрде жауап береміз. Видеомыз ұнаса жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.